Шама келгенше алатын қызыңызды болашақ жарыңыз танып алыңыз. Максимально. Ертең сіз үшін жаңалық болмайтындай. Ертең уақыт өткен сайын, ойбай, мындайың бар екен ғой, ойбай, мындай екенсің ғой, сен деген сияқты. Көп адамдар тойдан кейін таныса бастайды бізде. Яғни тойға дейін танысамыз, тойдан кейін тани бастаймыз ғой. Нақтырақ айтқанда. Сонда біреулерде, сонда ол кезде ешқандай бір идеальный қыз алу керек па, сонда кемшілік жоқ. Сол кемшілігін біліп аласыз да, соның. Танып алсаңыздар, оның жеңілдігіне сіз оны қабылдадыңыз, болды, одан күтпейсіз. Бойы 165 пе болды, қашан бұл 170 болады екен, қашан бұл 175 болады екен деп күтпейсіз одан. Ол сол 165 болды. Оның белгілі бір қабілеттері бар, болды, одан өзгеріс күтпейсіз. Енді өзгеріп жатса ол бонус. Одан қазір бойында келіндік көрінбейді. Келіндік қасиет бағана ана жолға. Бірақ ол болып кетеді, Алла қаласа мен өзгертіп аламын, оны жақсы келін қылып аламын десеңіз. Сол келін қыламын дегенше әке-шешеңіз өмірден өтіп кетуі мүмкін деген ғой. Сондықтан максимально не алыңыз? Дайынын. Үйленген жігіттер қолдайсыздар ма? Сол жұмысын жасайсың ба, әлде әйеліңді тәрбиелеумен жүресің ба деймін, Уақыт жоқ қой негізі әйел тәрбиелейтін. Оған не керек әйел тәрбиелеу үшін жаңағы? Уақыт, сосын білім керек, сосын нерв керек, сосын қанша энергия, дұрыс па? Ал енді сол үшін анадай жоқ екен, мынадай жоқ екен деген сияқты қиын да ол. Мысалға біз енді мысал ретінде де бұл енді. Әйелді машина дегеніміз емес, машинаны мысалы бізге жеңілірек. Не үшін сен машинаны алып, моторын ауыстырып, одан коробкасын жөндетіп, ходовы бәрін с нуля, бүкіл кузовын бәрін краскалап, басынан бастап, дайын алды рахатыңа мінбейсің ба деймін енді. Сенің рахатыңа жасалған нәрсе ғой деймін енді ол, саған қызмет ету үшін. Ал енді бір көліктер бар, енді әсіресе кеңес үкіметінде көліктер бар еді ғой. 1-2 күн жүресің. 1-2 күн ол саған қызмет қылады, 1-2 күн сен оған қызмет қыласың да. Астында жатасың оның. Көліктің. Тағы да жөндеп, тағы шығасың, тағы да бұзылып қалады. Бар ма ондай көліктер? Сіз өзіңіз таңдайсыз деген ғой енді. Бір жігіттер жұмысқа бармай қалады әйелімен жұмыс істеу үшін. Проблема болған күні. Кешігіп қалады жұмыстан. Жұмыста отырады ол денесі, ойы басқа жақта. Бар ма ондайлар? Жұмысында береке жоқ. Бір жігіт айтпақшы, басың істемей қалады екен дейді әйеліңді ұрысқан кезде. Жынды болып қалады екенсің дейді. Қандай мықты деген жігіттерді көрдім да, үйінде проблема болған кезде, өшім. Қандай мәселелерді шешіп жүрген жігіттер ғой. Бір жігітпен мысалы бір жұмыс істедік. Енді ана кәдімгідей проблема болды үйінде. Ажырасу мәселесі, мына жақ қайын жұрты кірісті, мына жақтан жаңағы андай проблема, мындай проблема, біраз проблемалар болған кезде, тығырыққа тірелген кезде бала болып қалды да. Өйткені отбасының проблемасы кәдімгідей адам не істейді екен? Шайқап жіберген кезде өте қиын да енді. Андай-мындай адам енді тұра алмайды о жерде. Сондықтан не істеу керек? Ауыр беміз дегенше осы нәрсені өздеріңізге бір жігітпен өткен жолы жұмыс істедік, үйленетін жігітпен. Ол жігіт андай біраз портретін жасауға тырыстық, индивидуальный жұмыс істедік бір жігітпен. Андай деді, мындай деді, сосын мен бір нәрсе айтайын сізге дедім. Бәленше дедім да. Болашақ әйелімді өзгереді деп күтпей қойыңызшы дедім да. Болды деп кетті ана жігіт. Математик еді ана жігіт. Ендігі жолы бәрі өзгеріп кеткен ғой неде? Шарттар өзгеріп кеткен да. Бағанағы сөзден кейін. Сындыра алдың ба? Пікір өзгеріп кетті да ана. Андай болса болды, андай болса дұрыстап аламын, бүйтіп нетіп аламын деген. Болды деді.